Алдымен інісі, кейін өгей әкем зорлады. Бойжеткен кәмелетке толмаған кезіндегі басынан өткен сұмдық жағдайдың бетін ашты. Кейбіреулерге Құдай бәрін үйіп-төгіп бере салады, ал енді біреулерге дым да жоқ. Тіпті тағдыр тәлкекке салып ит азапты өмірді пешенесіне жаза салады. Және оны сондай күйге түсірген оңбағандар еш жазаланбай тайраңдап жүре береді. Сонда өмірдің әділеттілігі қайда дейді енді ғана 18 жасқа толған Назерке есімді жас ана кейіпкердің есімі өзгертілді. 9 сынып оқып жүргенде зорлықтың құрбаны болып кейін өгей әкесінің езгісіне тап болған Назерке қазір аналар үйін паналауға мәжбүр болып отыр. Анам мен әкем 5 жасында ажырасып кетіп, мен анаммен бірге қалғанмын. Әкемнің қазір қайда, нендей күйде екенін білмеймін. Анам ажырасқан соң біраз жыл жалғыз жүрді де, кейін өзінен 10 жас кіші жігітке тұрмысқа шықты. Анам 1975 жылғы, ал өгей әкем 1985 жылғы туылған. Біздер Алматы қаласында тұрдық. Екеуі де араққа әуес еді. Күн құрғатпай ішетін. 9 сыныпта оқып жүргем. Кешкісін мектептен қайтып келе жатқанымда алдыма бір көлік тоқтап, ішінен 2 жігіт атып түсті де мені қинап отырғызып алып кетті. Сол түні бір жігітке зорландым. Басында жағдайды түсіне алмай, есеңгіреп қалдым. Мұны біреуге айту да оңай емес екен. Ешкім білмесе екен дедім. Анама да жағашпадым. Өткенді ұмытып, мұның бәрі түс дегенге өзімді сендіруге тырыстым. Бірақ көп ұзамай жүкті екенімді білдім. Ішім шығып, жүрегім айни бастағанда анам сезіктеніп, дереу тексертіп еді, ішімде 3 айлық бала бар екен. Анам бірден айғайға басқанда, ештеңе айта алмай қатты қиналдым. Шешем жасы сорғалап мені сұрақтың астына алған соң, әлгі жігіт туралы айтып бердім. Ең сұмдығы ол өгей әкемнің туған інісі болып шықты. Мұны естіген өгей әкем маған сенбеді. Бауырын қыспаққа алып еді, оны мойындамай, ақырында бәріне өзі кінәлі болып шықтым. Іштей тұншығып, жылағаннан басқа қолымнан не келсін. Бұрыннан арақ десе жанын беретін анам мен өгей әкем менің жүктілігіме күйінген болып шөлерін үдете түсті. Бірде түн ортасында менің қастарына шақырып алып, өгей әкем, егер айтқанның бәрі шын болса, ішіңдегі бала менің де қаным. Ініммен жатсаң, енді менімен де жатуың керек. Дегенде үстімне мұздай су құйып жібергендей жүрегім тырсылдап. Анама жалтақтап қарай бердім. Ол бұғандай титтейді таңғалған жоқ. Келісесің бе, өзің біл, деп бөлмеден шығып кете барды. Өгей әкем сол түні жаныма жоламады. Мүмкін екеуі де мас болып, не айтқандарын түсінбеген шығар деп өзімді жұбатқам. 2 күннен соң өгей әкем төсегіме келіп, мені еркімнен тыс зорлады. Содан бастап өмірім қара түнекке айналды. Күнде ішіп келіп маған тиісудің амалын іздеп тұрады. Ең сорақысы таңертең дым болмағандай қамқор әкенің рөлін ойнап отыратын. Түне саған тиіспедім бе, артық кетсем кешір, деп шашымнан сипалап мүләйімсіп қалатын. Қазір ойлап отырсам өгей әкемнің түпкі ойы мен болған екенмін ғой. Себебі үнемі мені жанына отырғызып алып, қол жүгіртетін, құшақтап бетімнен жиі сүйетін. Мен сорлы оның бұл қылығын әкелік қамқорлық деп түсініппін. Бұндай азапты күндер 2 айға созылды. Ішім әжептәуір білініп қалған. Сонда да баланы да өзімді де өлтіргім келіп, талай мәрте дәрі іштім, бірақ одан еш зиян болмады. Арқа сүйетін ешкімім жоқ деп ішқұса болып жүргенде, Алматының шет жағында тұратын анамның құрбысы есіме түсті. Бала күнімде үйге жиі келіп, мені алдына отырғызып еркелетуші еді. 1 жыл бұрын үйіне барғанбыз. Бар үмітім сол болып жолға шықтым. Шешемнің құрбысы мені бірден таныды. Болған жағдайды естіген соң дереу учаскелік полицияға шақырып, өгей әкемнің оның інісінің үстінен арыз жаздық. Полиция шешемнің де жазадан нешет қалмайтынын айтты. Бірақ іс сол күйі соңына жетпеді. Өгей әкемнің нағашысы лауазымды қызметте екен. Ың-шыңсыз жауып жіберді.
анамның құрбысы мені аналар үйіне әкеп орналастырған. Мұнда барлық жағдай жасалған екен. Оқуымды жалғастырып, балам жасына толғанша паналауға рұқсат етті. 2 айдан соң 18-ге толамын, ал қызым 6 айдан асты. Көкейімде қорқыныш пен үрей бар. Анам хабарласып өкінетіндігін, мені алып кеткісі келетінін айтады. Бірақ әлгі күйеуімен бірге тұрады екен. Өмірімді өксіткен адаммен қайта көріскім келмейді. Басында баламды туып, одан бас тартқым келген. Жаспын ғой, бір балаға зар болып жүргендер асырап алсын, өз өмірімді реттеп алайын деп ойлағам. Бірақ мұндағы психологтар менің өмірге деген көзқарасымды түбегейлі өзгертті. Баламнан бас тартпағаныма қазір өзім қуанамын. Тек өгей әкем мен оның інісі тиісті жазасын алса деген тілегім бар. Жас өмірім қор болып, бар арман мақсатым күлге айналып, тағдырымның жас талқаны шықты емес пе? Олар жерге басып, бостандықта жүргенде жүрегімне тыныштық орнай алмайтын сияқты. Құдайдан менің басымдағы жағдайды ешкімге бермесе екен деп тілеймін.